Қайырлы кеш оқырман. Аягөз бен Ердәулеттің таныстығы жалғасын тапқан болатын. Екеуі бүгін болса кездесуге шықты. Тауға барып бір серуендеп қайтқан екен. Екеуі өте жарасымды, алда мүмкін жұп болып қалар деген ойда бар. Сіздер қалай ойлайсыз, екеуі жараса ма? Аягөз талаптары енді қатты кеткен болатын. Үміткерін 8 миллионнан көп табатынын қалаған еді. Ердәулет сол талаптарға сай келе ме? Жұп ретінде екеуі ұнай ма сіздерге? Аягөзде бір жасандылық бар секілді, әлде өзі сондай қылықты ма? Ал көрерменнің пікірін көрейік. Сөзі құрсын оттап отыр ғой, аузына сөз түспей. Аягөз өзі шақырып эфир жасап отыр. Аягөз ұятсыз түйедей болып бетінен сүймек болып еді. Үміткер жиіркенген шығар, ол ақша үшін келіп отыр. Мақал айтқанда пәле дейсіңдер, өздерін сай болсандар. Мына жоба енді Аягөз үшін 8 миллион табатын үміткер іздеп тапқандарын осы ма? Аягөздің сценариймен ойнатып отырсыңдар ма? Мына жобаны жабу керек қой. Куда смотрит редакция канала Евразия и вышестоящие. Ешқандай тәлім-тәрбие жоқ жүргізушіден бастап. Мазақ позор, как говорят, цирк уйхал, остались одни клоуны. Аягөз не болды, түк көрмеген адам. Ұқсап өліп тұрғанын белгілі болды ғой. Сосын сенен өтініш жылама, күлмеш турын жаман болып кетеді екен. Аягөздің қылықтарының жағымсызын қарап отырып давлениен көтеріледі. Ой мына қызға. Құр шырайдан не пайда, қызда қылық болмаса. Деген сөздің рас екенінің нағыз дәлелі дейді оқырмандар.